Баршаңызға сәлем достар, келіп жеткен әз наурыз құтты болсын, әр шаңыраққа бақыт келсін. Наурыздан наурызға жете берейік. Бүгін мен сіздерге әр жылы пісіретін, келген қонағым таң қалып тұрып жейтін жарманың ілсемен бөлсемін. Менімен бірге болыңыздар және де видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі біздер етімізді тазалап жуып, қызып тұрған майымызды қызарғанша қуырып аламыз. Етіміз дайын, қызартып қуырып алдық. Енді үстіне сәбізіміз бен пиязымызды салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Сәбізіміз бен пиязымыз қуырылам дегенше біздер жармамызды дайындап аламыз. Ол үшін менде мына жерде бидай жармасы. Енді осы бидай жармасын жақсылап жуғанда бірінші осы суды ешқайда төкпейміз. Осы салқын суда жуамыз жармамызды. Міне көріп тұрғандарыңызда өзі бетіне қоқымдары шығады. Ішінде керек еместері осындай ситамен үстіндегі қоқымдарын алып қаламыз және де бөлек ыдысымызға суын құйып аламыз. Осы бір суды төкпестен осындай қайта осы жармамызды осы суға жуамыз. Керегінше 3-4 рет жусаңыздар болады. Жармамызды жуып алдық, 3-4 қайталап жусаңыздар болады. Осы төкпестен осы судың өзіне жаңағы жуған суына енді жаңағы қуырылған сәбізіміз бен пиязымыздың үстіне құямыз. Енді машымызды кесені толтырмай жартығып салып, бір қайнатып аламыз. Міндетті түрде бір қайнатып алыңыздар, себебі қарайып кетуі мүмкін. Сондықтан осы машымызды бір жуып аламыз. Және де ловиямызды бір жуып алып, тамағымыздың үстіне саламыз. Енді осы ловияны салғаннан кейін үстінен бірден жаңағы қайнап шыққан машымызды саламыз. Ловиямыз бен машымыз бір қайнап шыққаннан кейін үстіне жаңағы жармамызды саламыз. Жармамызды салып алдық, міндетті түрде астын қозғап тұрыңыздар. Бұл кеш пісетін тамақ болғандықтан осылай астын қозғап тұрыңыздар. Кемінде бұл 1 сағат қайнайтын тамақ. Енді қайнап шыққаннан кейін пісуге жақындаған кезінде енді үстіне сүтімізді құямыз. Мен мына жерде жармамның дәмін көремін. Жұмсақ болған кезінде ол пісті деген сөз. Сүтімді құйып алдым, астын бір араластырдым. Енді сүтімді құйғаннан кейін, бір қайнап шыққаннан кейін астын сөндіресіздер. Тамағымыз дайын, әдемі қоймалжың тамақ болып шықты. Сіздер бұл жарманы жемепсіз, бұл дүниеге келмепсіз деген жарма. Сіздер де міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Келген қонақтарыңызға ұнайды. Өте оңай және де дәмді тамақ. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.